Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз 31-ші сабақты бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз 6 санына көбейту және бөлу кестесі, жанама сұрақтармен берілген есептер. Сынып ұжымы, құқықтар мен міндеттер. Сен 6 санына көбейту және бөлу кестесін қолдануды және құрастыруды үйренесің. Жанама сұрақтармен берілген есептерді шығарасың. Бірінші есеп: жарыс өткізу үшін әр 6 метр сайын жолаушы қойылды. 6-дан сана. Көбейту кестесі. Қараңыздар, бізде мысалы 0-ден басталады. 6 бірім 6, 6 екім 12, 6 үшім 18, 6 төртім 24, 6 бесім 30, 6 алтым 36, 6 жетім 42, 6 сегізім 48, 6 тоғызым 54, 6 оным 60. Екінші есеп: 4 бағаннан тұратын 6-ға көбейту және бөлу кестесін құрастырып жаз. Біздер дәл осы дәптерге жазып аламыз. Бұл жерде қараңыздар. 6 көбейтілген 6 ол бізде 36 болады. 6 көбейтілген 7 ол 42 болады. 6 көбейтілген 8 ол бізде 48 болады. 6 көбейтілген 9 ол бізде 54 болады. Келесі: 7 көбейтілген 6 42-ге тең, 8 көбейтілген 6 48-ге тең болады. 9 көбейтілген 6 54-ге тең болады. Келесі: енді біздер осыған байланысты енді бөлейік. 36-ны 6-ға бөлеміз, 6-ға тең болады. 42-ні 6-ға бөлгенде 7-ге тең болады. 48-ді 6-ға бөлгенде 8 болады. 54-ті 6-ға бөлгенде 9 болады. Одан кейін 42-ні 7-ге бөлгенде 6 болады. 48-ді 8-ге бөлгенде 6 болады. 54-ті 9-ға бөлгенде 6 шығады. Үшінші есеп: сыныпта Жазира мен Шолпан кезекшілік атқарды. Олар сабаққа жазбалар дайындады. Оларды қарастыр. Қараңыздар, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізде 6 қызыл үшбұрыш берілген. Енді шаршыларды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бізде 12 жасыл түсті шаршылар берілген. Енді мына айтылымдарды толықтыр дейді. 6 үшбұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда, қараңыздар, 6 үшбұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда 2 есе кем. Мына үшбұрыштар шаршыларға қарағанда 2 есе кем. Дәл осылай жазып қоямыз. Келесі сөйлем: 6 үшбұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда 6-ға кем. Біздің үшбұрыштарымыз шаршыларға қарағанда 6-ға кем болып тұр. Келесі: шаршылар 12. Шаршылар 12 білеміз, иә? Бұл үшбұрыштарға қарағанда 2 есе артық. Біздің шаршыларымыз үшбұрыштарға қарағанда 2 есе артық. Енді шаршылар 12. Бұл үшбұрышқа қарағанда 6-ға артық болады. Төртінші есеп: А нұсқасы. Сенің сыныбында кезекші бар ма? Есепті оқып, шешуін қарастыр. Қорытынды жаса. Назгүл сыныптағы 6 гүлге су құйды. Бұл мектептің кіреберісіндегі су құйған гүлдерге қарағанда 5 есе кем. Назгүл мектептің кіреберісіндегі қанша гүлге су құйды? Сыныпта 6 гүл деп жазамыз. Ал кіреберісте қанша гүл бар екені белгісіз. Сыныптағы гүлдер кіреберістегі гүлдерге қарағанда 5 есе кем. Осылай талда. Егер сыныпта 5 есе кем болса, кіреберісте 5 есе артық. 6-ны 5-ге көбейтеміз. Есе артық десе көбейтеді. 6 бесім бізде 30 болады. Енді тексереміз. Сыныпта 6 гүл, кіреберісте 30 гүл бар. Яғни сыныпта 5 есе кем. Есеп дұрыс шығарылған. Жауабы: кіреберісте 30 гүл бар. Біздер осы 31-ші сабақтан бастап жанама сұрақтарға жауап беруді үйренеміз. Жанама сұрақтары. Ол қандай ерекшелігі бар? Мысалы, біздер тек қана мысалы бұрында есе кем деп айтатын болса, ал бұл жерде бұл есе кем деп тұрады. Мысалы, біздер артық десе қосамыз, кем десе азайтамыз, есе артық десе көбейтеміз, есе кем десе бөлеміз. Осы кезден солай шығардық. Енді біздерде бұл деген сөз кездеседі. Бұл осы сөздердің арасында. Қараңыздар, егер бұл артық десе, онда азайтамыз. Бұл кем десе қосамыз. Бұл есе артық десе бөлеміз. Бұл есе кем десе көбейтеміз. Бұл есептің шарты жанама сұрақтармен берілген. Олай болса, бұл есептің жауабы: кіреберісте 30 гүл бар. А нұсқасы. Қысқаша жазылу бойынша жанама сұрақтармен берілген есеп құрастыр. Бізде торкөз дәптер, қараңыздар, бізде торкөз дәптер 4 дана, жолды дәптер белгісіз қанша екені. Және қараңыздар, торкөз дәптер жолды дәптерге қарағанда 2 есе артық екен. Торкөз дәптер көп, демек жолды дәптер аз болады, Қараңыздар, егер есе артық десе көбейтеміз, ал егер бұл есе артық десе, онда бөлеміз. Сондықтан да 4-ті 2-ге бөлгенде 2 шығады. Олай болса, жауабы: жолды дәптер 2 дана.
Бесінші есеп. Бүгін мектепте өзін өзі басқару күні. Әлия мұғалім ретінде болып, балаларға есеп ұсынды. Жанама сұрақтармен берілген есептерді тауып, оларды шығар. Бізде қараңыздар, 4 есеп берілген, А, Ә, Б, В нұсқалар берілген. Осылардың ішінде жанама сұрақтармен берілген есептерді табуымыз керек және оларды шығаруымыз керек. Так, мысалы, бірінші есеп А нұсқасы. Бумада 8 бірақ түрлі түсті қатырғы қағаз бар, ал ақ түсті қатырғы қағаз 4 есе артық. Бумада ақ түсті неше қатырғы қағаз бар. Бұл А нұсқасы, бұл жанама сұрақтармен берілмеген. Сондықтан А нұсқасын қарайық. Қараңыздар, мына жерде бұл деген сөз бар. Бұл деп тұрса, олай болса, бұл бізде жанама сұрақтармен берілген. Келесі, мына жерде тағы да бұл деп тұр. Олай болса, Б нұсқасы, бұл да жанама сұрақпен берілген. Ал В нұсқасында ол бізде жанама сұрақтармен берілмеген. Сондықтан бізде олай болса, Ә және Б есебі жанама сұрақтармен берілген есептер болып табылады. Сондықтан біздер қазір Ә нұсқасын шығарамыз, одан кейін Б нұсқасын шығарамыз. Қараңыздар, енді шығаруды бастайық. Стақанда 3 жай қарындаш бар. Мінекей, жай қарындаш 3 деп жазып қоямыз. Бұл түрлі түсті қарындашқа қарағанда 5 есе кем. Бұл 5 есе кем деп жазамыз. Ал түрлі түсті қарындаш қанша екені белгісіз. Олай болса, шешуі. Бізде есе кем десе бөлеміз, ал бұл есе кем десе көбейтеміз. Сондықтан 3-ті 5-ке көбейткенде бізде 15 шығады. Олай болса, жауабы қорапта 15 түрлі түсті қарындаш бар. Енді біздер Б нұсқасын шығарамыз. Бізде Б нұсқасы, бұл да жанама сұрақтармен берілген есеп болып табылады. Қараңыздар, бөшкеде 45 литр су бар. Жазамыз. Бөшкеде 45 литр. Бұл цистернадағыдан 255 литрге кем. Жазамыз. Бұл 255-ке кем деп жазамыз. Бұл цистернаға қарағанда 255-ке кем. Ал цистернада қанша екені белгісіз. Бізге цистернада неше литр су бар дейді. Олай болса, егер кем десе азайтамыз, ал бұл кем десе қосамыз. Сондықтан 45-ке 255-ті қосқанда 300 болады. Олай болса, жауабы цистернада 300 литр су бар. Алтыншы есеп. Үшбұрыштың саны 15. Бұл шаршыға қарағанда 3 есе артық. Осы есептің шарты бойынша сурет сал және шешуін жаз. Есеп құрастыр. Қараңыздар, бізде үшбұрыш 15. Мінекей, 15 дана үшбұрыш салып қойдық. Қараңыздар, есептек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мінекей, біздер 15 үшбұрыш салдық. Енді, қараңыздар, бізде енді шаршы қанша болу керек? Оны қазір есептейміз. Жазайық. Үшбұрыш бізде 15, шаршы қанша екені белгісіз, бірақ мына үшбұрыштар бұл 3 есе артық дейді. Біздің үшбұрыштарымыз шаршыға қарағанда 3 есе артық екен. Қараңыздар, егер есе артық десе көбейтеміз, ал егер бұл есе артық деп айтса, онда бөлеміз. Сондықтан 15-ті 3-ке бөлгенде 5 шығады. Олай болса, жауабы 5 шаршы бар. Сондықтан осылай 5 шаршының суретін салған болатынбыз. Жетінші есеп. Есепке өрнек құр. А нұсқасы. Бір жолдың ұзындығы 36 метр. Екінші жол одан 6 есе кем. Екі жолдың ұзындығы қанша? Жазамыз. Бірінші жол бізде 36 метр. Ал екінші жол қанша екені белгісіз. Және ол бірінші жолға қарағанда 6 есе кем дейді. Және бізге барлығын табу керек. Мінекей, сұрақ белгісін қоямыз. Олай болса, бірінші, екінші жол табамыз. Есе кемесе бөлеміз. 36-ны 6-ға бөлеміз. 36-ны 6-ға бөлгенде бізде 6 шығады. 6 деген ол бізде екінші жол. Біз оған бірінші жолды қосуымыз керек. Сонда 36-ға 6 қосқанда 42 шығады. Олай болса, жауабы 2 жолдың ұзындығы 42 метрге тең болады. А нұсқасы. Автобуста 8 бала келе жатыр. Бұл ересектерге қарағанда 5 есе кем. Автобуста барлығы қанша жолаушы бар? Жазамыз. Бізде балалар 8, ал ересектер белгісіз. Және балалар бұл 5 есе кем дейді. Мінекей, балалар ересектерге қарағанда кем екен. Сондықтан және бізге барлығын табу керек. Олай болса, шешуі. Есе кем десе бөлеміз, ал егер бұл есе кем десе, онда көбейтеміз. Сондықтан 8-ді 5-ке көбейтеміз бірінші. 8-ді 5-ке көбейткенде 40 шығады. 40 деген ол бізде ересектер. Одан кейін біз оған балаларды қосамыз. 8, сонда 8-ге 40 қосқанда 48 шығады. Сонда бізде 8-ге 40 қосқанда 48 шығады. Енді жауабы, автобуста барлығы 48 жолаушы бар. 8-ші есеп. Салыстыр. А нұсқасы. 6 көбейтілген 4 және 4 көбейтілген 6. 6 4-ім 24, 4 6-ым 24. Сондықтан да екі өрнегіміз бір-біріне тең болады. Келесі, 36 бөлінген 6 және 2 көбейтілген 5. 36-ны 6-ға бөлгенде 6 шығады, 2-ні 5-ке көбейткенде 10 шығады. Сондықтан да 6 кем 10-нан. Одан кейін 24 бөлінген 6 және 16 бөлінген 2. 24-ті 6-ға бөлгенде 4 шығады, 16-ны 2-ге бөлгенде 8 шығады. Сондықтан да 4 8-ден кем болады. А нұсқасы.
Біздер а бөлінген б және а көбейтілген б өрнектерін салыстырамыз. Біздер егер әріпті өрнек салыстыру қиын болатын болса, ойша бір сандарды қою арқылы салыстырсақ болады. Мысалы деген а әрпінің орнына 10 қояйық, б әрпінің орнына 2 қояйық. Сонда 10-ды 2-ге бөлгенде 5 шығады, ал 10-ды 2-ге көбейткен 20 шығады. Сондықтан бізде бұл жерде кем белгісін қоямыз. Келесі а көбейтілген б қосылған 5 және а көбейтілген б қосылған 50. Екі жағында да өрнектері, әріпті өрнектері бірдей, ал ерекшелігі мына жақта 5 қосылған, ал мында 50 қосылған. Сондықтан да 50 қосылған болса, бұл өрнек үлкен болады. Сондықтан да бірінші өрнегіміз екінші өрнектен кем болады. А көбейтілген б қосылған 15 және а бөлінген б. Бізде бұл жерде көбейту амалы орындалған және оған 15-ті қосқан. Ал бұл жерде бөлу. Бізде көбейткен кезде үлкен сан шығады, сондықтан да және оған 15 саны қосылған, сондықтан да біздің бірінші өрнегіміз артық болады. Сондықтан біз артық белгісін қоямыз. 9-шы есеп. Сандар тізбегін жалғастыр. Әрбір келесі сан 5-ке 6-ға артық болатындай сандар тізбегін құр. Біздер мысалы бірінші мына жерге бос орындарға сандарын жазуымыз керек, жазайық. 2, 4, 6, 8. Қараңыздар, не айырмашылық көріп тұрмыз? Біз бұл жерде қандай ерекшелік көріп тұрмыз? Бұл жерде сандарымыз 2-ге артып жатыр, да? 2-ге 2 қосқанда 4 болады, 4-ге 2 қосқанда 6 болады, 6-ға 2 қосқанда 8 болады, 8-ге 2 қосқанда 10 болады, 10-ға 2 қосқанда 12 болады, 12-ге 2 қосқанда 14 болады, 14-ге 2 қосқанда 16 болады, 16-ға 2 қосқанда 18 болады, 18-ге 2 қосқанда 20 шығады. Келесі, мінекей, 3, 6, 9 деп басталып тұрды. Бұл жерде бізде сандар 3-ке артып жатыр. Сонда 3-ке 3 қосқанда 6 болады, 6-ға 3 қосқанда 9 болады, 9-ға 3 қосқанда 12 болады, 12-ге 3 қосқанда 15 болады, 15-ке 3 қосқанда 18 болады, 18-ге 3 қосқанда 21 болады, 21-ге 3 қосқанда 24 болады, 24-ке 3 қосқанда 27 болады, және 27-ге 3 қосқанда 30 болады. Енді біздер әрбір келесі сан 5-ке артық болатындай сандар тізбегін құрастырамыз. Мысалы біздер 1-ден бастайық. 1 деп жазамыз. Оған 1-ге 5 қосқанда 6 болады, 6-ға 5 қосқанда 11 болады, 16-ға 5 қосқанда 21 болады, 21-ге 5 қосқанда 26 болады, 26-ға 5 қосқанда 31 болады, 31-ге 5 қосқанда 36 болады, 36-ға 5 қосқанда 41 болады, және 41-ге 5 қосқанда 46 шығады. Енді біздер 6-ға әрбір келесі сан 6-ға артық болатындай сандар тізбегін құрастырайық. Бұл жерде мысалы 2-ден бастап көрейік. 2-ге 6 қосқанда 8 болады, 8-ге 6 қосқанда 14 болады, 14-ге 6 қосқанда 20 шығады, 20-ға 6 қосқанда 26 шығады, 26-ға 6 қосқанда 32 болады, 32-ге 6 қосқанда 38 шығады, 38-ге 6 қосқанда 44 шығады, 44-ге 6 қосқанда 50 болады, 50-ге 6 қосқанда 56 болады, және 56-ға 6 қосқанда 68 шығады. Біздер дәл осылай арғы жалғастыра берсек болады, бізге осы жерге дейін жазғанымыз жеткілікті. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Меруерт Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.